Так, біз бірінші нені көрейік? үй тапсырмасын үй тапсырмасын тексеріп жүрейік. Дәптерлеріңізді алыңыздар. Үй тапсырмасын тексеріп, сол жерді аяқтап жіберейік. Өйткені үй тапсырма ең маңызды нәрсе. Білмесек қала береді дегендей. Так, Мгм. бертоло тұзының формуласын біз білеміз. Бертоло тұзы калий, Иә, хлор, О3, бертоло тұзы. иә, Мына жерде Л-дан екеу болу керек еді, бертолли деген. Так, енді м, осы тұзынан қанша литр газ бөлінеді? Бөлінеді деген сөз, ол осыдан бөліну теңдеуін жаз деп тұр. Ондай болса, бөліну теңдеуін бірінші жазып кетейік. Бірінші мына жерде берілді деп үйренейік. Бірінші берілді, бер деп қояйық. Масса иә, менікі бертолия, иә? Мына жерде калий, хлор, О3 тең 200 иә, грамм. мгм. Енді көлем сұрады, ненің? Газдың, Газ, түзгендегі газдың табу керек. иә, Так, енді мына жерге жазып қояйық, шешу. Так, мына жерге жазып қояйық, шешу. Запишіріп жатыр бізде. Шешу. Ш деп қоямыз. Енді реакция теңдеуін жазайық. Бұл жерде калий, көресіздер, калий үш хлориді, элемент, иә, калий хлориді тұз болып, сосын иә, оттегі ұшып кетеді. оттек, Оттегін алу реакция теңдеуі. үш, Оттегін теңестіреміз 3, мына жерге 2, мына жерге 2 екі, реакция теңдеу иә, теңесті. иә, Бізде сұраған мен берілген зат үстіне жазған бізге ыңғайлырақ, иә? Үстіне жазайық. иә, Так, 1200 ручканың, бертоло тұзы, мына жерге 200 граммды мына жерге жазамыз. иә, Көлем, газдың көлемі дейді, газдың көлемі X литр деп бірден жаза иә, берейік. Сосын енді мына жерге бізде алдында коэффициентті алып отырамыз, реакция теңдеу бойынша есептегенде. иә, 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 Бетон тұзының массасы қанша болды сіздерде жүз жиырма есептегендеріңізде? екі, жүз жиырма екі де бес, 122. 122 деп жібере берейін. Так, М, сосын мына жерде көлем болғанда оның алдында 1 молдай иә, 22,4 болса, 3 молда деп алпыс есептейміз, иә? жеті бүтін оннан екі, Молодец. Енді X-ті табу үшін иә, икс кіріссация табу үшін, арқылы иә, 200 көбейту 267-ге 67, көбейтеміз да, оны аха. нелге көбейтеміз ғой, Сосын 122-нің иә 5-тен көбейтілгенде 244-ке бөлеміз. Ары қарай өздеріңіз есептеп аласыздар, иә? иә, Енді екіншіде бізде берілді, Б деп қояйық. Көлем 5 литр сутек, көлем 5 литр оттек. Оттектен қанша литр су болу, осы екі затты қосқан арасына қосу белгісін қойып қояйық. Қанша литр су бу түзілді. Бу да газ болып табылады. Табу керек. Мгм. Көлемі ә, көлемі X деп қояйын, и су бу деген сөз. Енді бізде, так, мына жерде, ой, ол жарайды, ручкамен не болды, аралын ашайын деп едім, ашылмай жатыр. Жарайды, осылай кете берсін, болды. Так, енді бізде сутекті жазайық, шешу деп қояйық, сутекті жазайық, оттекті жазайық, су түзілді. Иә? Енді, Иә, так, мына жаққа екіні қойдық. Енді әрекеттесуші екі заттың несі көлемі берілген жағдайда, или массасы берілген жағдайда, или массасы берсін, или көлемі болсын, или зат мөлшері болсын, мына әрекеттесуші екі заттыңшы, біз зат мөлшерінің ең кішісін қарастырамыз, иә? Өйткені мына сутек мынаумен тең болып тұр, ал оттек мынаның иә, жартысы болып тұр. Ондай болса, біз бірден есептей берейік, мына жерде 5 литр, 5 литр дей берейік. 5 литр, Зат мөлшерін мына иә, жерге астына жаза берейік. Так, ондай болса, біз зат мөлшерін табу үшін не істейміз? Зат мөлшерін бөлеміз қаншаға? Зат мөлшерін тапқан темір, кезде, балалар, мына тек қана осы көлемді тек қана 22,4-ке бөлесіңдер, иә? иә, Иә, мен қазір бір жолын көрсетейін, онан кейін тағы екінші жолын көрсетемін. Так, онда 5 литрді бөлеміз 22,4-ке. Ой, 5 бөлу 22,4. 4, 5 нөл де бір, бөлу 22,4. Так, нөл қанша? екі, 0,2. иә, Менікі анау 0,2 нөл бір, болса, судікі де 0,2 болып тұр, иә? Жарайды. иә, Екінші, мына ненікін оттектікін қарастырайық. Оттектікінде 0,2 болып тұр. Қарайтын болсақ, иә, зат мөлшері тең болып тұр. Бірақ судікін қараңыздаршы. жоқ, Суда қайсында иә, ода көбірек екі тұр болады? ғой, Ау?
Анау сутекте 2 тұр алдында. оны біз әдетте ненің зат мөлшерін есептегенде көлемді 22/4-ке бөлеміз ғой. Иә. Осы бойынша қарастырып отырмын. Осы бойынша қарастырғанда екеуінің зат мөлшері бір болып тұр. Бірақ та сутекпен салыстырған кезде мынаның зат мөлшері қанша болып тұр? Екінші жолын қарастырайық біз. Сутекпен салыстырғанда мынаның зат мөлшері, судың бірінші зат мөлшері қанша болып тұр? 2 болып 12. тұр. Иә? Бірмен Иә. болып тұр ғой. Нөл бүтін Иә. 2-2 болып тұр, сондықтан 0,2 болып тұр. Ал енді оттекпен салыстырсаң қанша болады? Оттекпен салыстырамын, жерге 2 деп қояйын. 2 есе артық болып тұр, иә? Бірдің 2-ге болса, мысалы, бірдің 2-ге болса, онда қанша болады? 2 мен 10 литр болып кетеді ғой. Түсініп отырсыздар ма? Иә. Иә, ондай болса, мына жерде зат мөлшері мынаны 2-ге 2 еселейтін болсаң, 0,2-ні 2 еселейтін болсаң, в общем, былайша айтқанда 0,2 де 2-ге көбейтесің деген сөз, 2 еселейсің. Сонда 0,4 болады. Бұдан Иә. түзілген газ 22/4 болсаң 10 литр болып кетеді. Сонда қайсында көп болып тұр бізде? Оттекпен Бізде, салыстырғанда көп болып тұр, иә? иә. Сонда біз сутегі бойынша аламыз. Сонда сутегі Иә, бойынша бізде су ең азын аламыз. Иә. Ең азын аламыз. Ондай болса, ол 0,2-ні аламыз. Ондай болса, ол кездегі көлем қанша болады бізде? Ол кездегі көлем 22/4. 0,2-ні көбейтеміз. 22/4-ке қанша болады? 4-ке. 5 4 литр. бүтін 4,48 болады. Мына жерде Иә. мен қате жазып кеттім, тоқтай тұр. 0,4 көбейту 22/4. Мына жерде көрдіңіздер ме? Мына жерде 8,96, почти 10 литр болып тұр. Ал мынау бойынша есептейтін болсаң, қазір мынаның көлемін 0,2-ке көбейтесің. 22/4-ті қанша? 44/8. Қайсынікі аз болып тұр мінекей? Мынанікі аз болып тұр. Мынанікі көп болып тұр. Осыны бір қарастырып жіберейін. Енді бұл ең элементарный болып көрінгенмен, мынау негізі білу керектің ең маңызды есеп, мына нөмір 2. Өте маңызды есеп. Осыны жағын қарастырасыз. Бұл жер 4,48 ғой. Иә, 4,48 ба? Иә, 4,48. 4,48 дұрыс. Енді келесі сұраққа кеттік. 980 грамм күкірт қышқылы мен 440 грамм натрий Натрий гидроксидін гидроксиді. бейтараптағанда әрекеттесетін мынау да Әрекеттескенде. Түзілген сөз. тоқтай тұр. Не қылайын. Менің ручкам босылмай жатыр. В общем, болды. Көрініп тұр ғой, иә, сіздерге? Иә. Көрініп тұрса болды. Мынау үлкейтем деп жатқаным ғой, үлкейтіп кішкене үлкенірек көрінбесе. Болды. Мынау тексті төмен түсірейін десем түспей жатыр. Бопты, жарайды. Кеттік. Мына есепті қарастырайық. Бұл есеп тура осындай. Бізде қандай екі зат бар? Енді берілісі дегендерді мен жазбай ақ қояйын, сіздер жазуларыңыз керек, иә, жерде уақыт алып жатыр. Берілісі дегенде масса тең 980 H2SO4 деп сіздер жазуларыңыз керек. Бұны мен жазбадым. Бірден шешуге кете бердік. Күкірт қышқылы менен 440 грамм натрий гидроксидін бейтараптағанда түзілетін тұздың массасы. Бағанағы бірінші жол бізде мына жол ғой, бірінші жол, иә, зат мөлшерін табу. Соменен бірінші зат мөлшерін бірден таба салайық. Бізде зат мөлшері, күкірттің зат мөлшері қанша болып тұр? 980-ді 98-ге бөлсең 10 мол болып тұр, иә? Ал енді зат мөлшері натрий гидроксидін қанша болып тұр? 440-ды бөлсең 44-ге 10 болып тұр. Дұрыс қой, иә? Енді осы екі реакция теңдеуін жазайық. Ой, құдайым, натрий OH.
Так, натрий OH. Так, Aha. натрий сульфаты. Натрий Натрийдің сульфаты. индексі H2O. қойғандар ғой, иә? Екі не үшін тұрғанын білесіңдер ғой, иә? Иә. Так, болды. Ондай болса біз кете бердік. Мінекей. Енді қара, мынауда 10 мол, мынауда 10 мол. Дұрыс қой, иә? Мынаның Иә. барлығы бір-бірден болып тұр. Бізде тұздың массасын сұрап тұр. Дұрыс қой, иә? Тұздың Мгм. массасын сұрап тұр, мынаның массасын сұрап тұр. Зат мөлшерін сұрап тұр, мынаның зат мөлшерін сұрап тұр. Так, бір молда бір мол күкіртпен салыстырғанда бірінші жолы бір молда бір мол болып тұр. Көрдіңіздер ғой, иә? Онда болса бірінші жолмен салыстырсаң да х тең 10 мол болып тұр. Ал егер де екінші натрий гидроксидімен салыстырсаң да бір молда бір мол қанша мол болып тұр? Тоже 10 мол болып тұр, иә? Екеуі тең. Сондықтан екеуінің ортақ нәтижесін аламыз, 10 мол деп есептей береміз. Енді судікін есептеңіздерші. Судікі қалай болады? Екі есе артық болады, екеуі де тең болды. Жарайды. В общем, мына жерде зат мөлшері тең түскендіктен екеуінің біреуін ғана ала саламыз. Келесі 4. 44-8 азот газы мен сутек газын жабық ыдыста қыздырған кезде түзілген аммиак газының көлемі. Мына жерде қараңыздар, жабық ыдыс деген сөз зат ешқайда қашып кетпейді деген. Азот газы мына жерде берілген дегендерді ұмытпаңдар, берілген, табу керек деген жазуды, иә? Бұдан бастайсыздар. Так, азот газы сутек газымен әрекеттескен кезде Иә. менделей кестесін қарап жіберіңіздер. Мына жерде азоттың сутек қосылысы былай жазылады. Азот Иә. H3 деп. Сутекті Aha. теңестіріп жібереміз. Так, Екі. теңесті. H-қа Енді екі. газды жоғары жағына жазамыз. Берілген. Сұрағанын Иә. жазамыз. Сутек газ сұрағанда түзілген аммиак газын. Аммиакты сұрап отыр. Көлемі. Аммиак дегеніміз мынау. X Иә. литр. Енді көлемді аламыз. Көлем деген жиырма екі Енді бүтін оннан төрт. қараңыздар, енді бұл жерде көлем болғанда біз 1 көбейту 22/4, мына жерде 2 көбейту 22/4 қысқартады 22/4, 22/4 былай айтқан кезде коэффициенттеріне тең болып тұр. Түсініңіздер ғой, иә? Мгм. Бұнда 8 сыныпта біз айтқанбыз ғой, мына газдар қатынасын есептеген кезде көлемді қатынас олардың зат мөлшерлерінің қатынасын немесе коэффициенттерінің қатынасына тең деп 1-ден 2-ге деп ала берсеңіздер болды. Сонда х тең 44/8 көбейту 2-ге тең. Ары қарай шеше береміз, иә? Так, Мгм. келесі сутек 5 сутек пероксидіне алынған сутек пероксидінен алынған оттек газының алдында Екі. коэффициент қанша дейді? Сутек пероксиді. Немесе H2O екі. сутек асқын тотығы деген сөз, иә? Мгм. Так, енді бұл жерден сутек газы және оттек газы ә, оттек Түзіледі. газы деді. Иә? Теңестіріп жіберейік. Так, оттегі тең. Теңестіру қажет емес екен, тең де тең. Так, бір нәрсе біз қате жазған жоқпыз ба? Сутек пероксидінен. H2O. Жоқ, бізде сутек пероксиді деп тұр. Сіздерде судың деп судан деген жоқ сіздерден. Түсініп ма? Судан деген жоқ. Иә, иә. Судан деген жоқ. Оттек газінен дейді. Су пероксидінен түзілген кезде сутек газы және оттек газы түзіледі. Сосын бірінші жағдай бұл. Екінші жағдай, егерде ол температура болмаған жай бөлме температурасында су және оттегі түзіледі. Иә. Бірақ біз көбінде 8-ші сыныптың несінде бар, кітабында бар, H2O2 түзіледі деген. Иә. 8-ші сыныптың кітабы бар ма қазір? Bir қарап жіберейік. Может, мен қателесіп қалып жүрген шығармын қазір. Оттек деген тақырыпты бір қарап жіберейік. Оттек. Оттекті алу деген тақырып бар. 98. Мен жанымдағы адам менімен не қылып жатыр, тайталасып жатыр, су жүзілу керек деп. Дұрыс екен, мен қате жазыппын. Мына екінші жағдайды қарастырайық екенбіз. Сутек пероксиді марганец қатысында, катализатор қатысында су және оттегі газын алған. Так, сол кезде марганец диоксид былай жазылады. Так, енді осы жерде теңестіреміз и
сол кезде оттек газдың алдындағы коэффициент 1 болып табылады. Так, мына жерде де 1, мына жерде де 1. Так, сіздердің кітаптағы осы 8-ші сыныпта кітап бойынша алуымыз керек. Сондықтан мына екіншіні алуымыз керек. Мынаны алмаймыз сонда. Кітаптағы бойынша алуымыз керек. Біз әдетте осыменен жібере береміз көбінде, бірақ кітаптағы сіздер сияқты кітаптан алуымыз керек. Так, енді кеттік. Келесі. 6. Мына нені мен... Так. Мына жақсы болды. Так, теме түсті. Так. Көрініп тұр ғой, иә? Иә. Так, мына төмен түсірейік. Так, енді мыс пен концентрлі азот қышқыл әрекеттескенде түзілген қоңыр улы газдың алдына коэффициент қанша? Біз сіздерге айтқанбыз, реакция теңдеуін жаттаймыз деп, иә? Бұл уже сіздердің теориялық сұрақтарың, иә? Не болады? Улы газымыз қайсы болады? HNO3. Улы газ. Улы газымыз не болады? Қоңыр түсті улы газымыз. Так, азот, мыс пен концентрлі азот қышқылы. Мына жерге жазайық. Мыс, азот қышқылы. Концентрлісімен жасаған кезде мыс нитраты және улы газымыз, мына қоңыр түсті улы газымыз NO2 және су. Енді концентрлі болған кезде мына жерде 1-дің 4-ке қатынасы деп жаттап алыңыздар, 1-дің 4-ке. Сонда мына жерге 2 келеді. Газдың алдында коэффициент бізде қанша болып тұр? Сонда 2 болып тұр, иә? 2. Егер 6,4 дейді, 6,4 грамм мыс реакцияға түсе түзілген тұздың және газдың массасы дейді. Жарайды, біз газдың массасын есептей берейік. Мынаны сіз өздеріңіз есептеп алыңдар, иә? X деп есептей берейік, X грамм. Так, енді реакция теңдеу бойынша бірден есептей беруге болады. Мынаның массасы бізде 64. Мынаның массасы бізде қанша болады? Так, 14 қосу 32 көбейту 2 92 болды ғой. 14 қосу 16 32. Иә, көбейту 2 тең 92. Мына жерде 92. Сөйтіп біз есептей береміз. Енді қысқартып есептегенде мұна мен мұнаны жоғары жақ үсті мен асты қысқарады ғой, мынадан былай қысқармайды. Так, жоғары мен астын қысқарсақ 0,1, мына мен көбейтетін болсақ 9,2 шығады, иә, грамм. Ананы енді өздеріңіз есептеп аласыздар. Реакция теңдеуін жалғастырайық. Мына жерде қандай заттар түзіледі? Бізде сутектің орнын магний басады, иә? Мына жерде магний хлориді. Магний хлоридін осылай жазамыз ба, қалай жазамыз? Жоқ, хлоридке 2 қоямыз, хлорға. Хлорға 2-ні қосамыз, иә? Өйткені ол хлор бізде эквивалент. Иә, эквивалентті емес. Хлор бізде 1 электрон алады, иә? Иә, магний 2 электрон береді. Сондықтан хлордан 2 керек. Так. H2. Иә, ана ерікіштік кесте бар ғой, сол бойынша құрасаңыздар жақсы. Не жерде мысалы магний 2 тұрады, не жерде хлор 1 тұрады ғой, мынандай ерікіштік кесте. Біз бірінші сабақта ма өттік қой осыны. Құрастырған кезде магний хлор деп жазып аласыз. Не жерде 2, мынау 1. Иә, неке сан тең емес, теңестіру үшін 2-ге көбейтесіз. Иә, осылай жазамыз. Магний хлориді деп. Так, енді сұйық дейді. Сұйықта бізде NO түзіледі. Газдың түзілетін газдың өзгереді. Так, мына жерде мыс нитраты, NO сұйық болса NO түзіледі. Су. Су. Жаттап аламыз, мынаны жаттап аламыз. 3-дің 8-ге деп жаттап алсақ, оңайырақ болады. 3-дің 8-ге. Енді ары қарай мына жағын соған қарап теңестіре салсаңыздар да болады. Так, мына жерге 3-ті қоямыз.
сонда азотым 6 болады. екі. Мына жерге 2-ні Оноға қоямын. екі. Азот, сутекті 8-ге жасау үшін жерге 4-ті қоямын Төрт. дегендей. Иә. Так, концентрлі болғанда NO2 түзіледі, иә? Оноға Концентр. екі. Иә, иә, иә. Так, жоғары жағында айтыл, міне жерде тұр ол. Реакцияны қайталамай ақ қояйын. Иә. Жалындысы натрий қалай еді? Сары. Сары калий. Күлгін. Күлгін. Калий күлгін. Мыс Жасыл ше. көк. Жасыл, Көгілдір. жасыл көгілдір. Көгілдір. Қызыл кірпіш қызыл. Көгілдір, Цикл. қызыл кірпіште түстес деп қойсаңыздар да Иә, осы кірпіш. кірпіш түстес. Литий, Таңқурай түсті қызыл. Қою таңғұрай түсті қызыл, иә? Так. Таңғұрай. Так, енді тұнбалардың түстерін қарайық. Күміс хлориді қандай тұнба? Ақ ірімшік. Ақ тұнба. Мынау да бізде ақ тұнба, иә? Иә. Мынау бізде Сары. йод пен сары, иә? Ақ. Мынау әктас деп қоямыз. Әктастың Иә. түсі білесіздер ақ. Иә. Мыс, тотияйның түсі бізде қандай еді тотияйның түсі? Ақ Мынау көк па. көгерген кездерде соны не қылады ғой? Ақ Иә. не көкшілдеу. Көкшілдеу. Көкшіл тұнба. Енді мынандай тұнба бар. Не жерде мен тұра тұр, несін жазайын. Ағын көрсетейін сан деп. Ағы барий сульфаты ақ болады. Барий сульфаты ақ болады. Мынау мыс сульфаты көкшіл ерітінді болады. Түсінді ғой, мынау тұнба емес. Мен жерде шатастым, мына жерде тұнба. Мынау тұнба емес. Өйткені ана ерікшті кестеде Е деп тұр, сіздер қазір қарайсаңыздар болады. Немес қазір мен де қарай салайыншы. Так, міне мыс жоғары жағында тұр. Мыс СО4. Мыс СО4 Е деп тұр. Иә. Көрдіңіздер ғой, мына жақтан менен мынаны қоссаңыздар, екеуін қоссаңыздар, мыс СО4 деген жерде Е деп тұр. Көкшіл ертінді мынау, көкшіл. Мыс бар жердің көкшіл болып ертінді болады. Сосын мынау қандай тұнба біз жерде? Қара, Қара. Иә. Қара. Мынау бром йодиті қандай? Тұнба емес. Сарғыш, ақтау. Бром йодиті тұнба емес дейді мына. Бром йодиті. Менде есімнен қалмай қапты. Так, мына тұнбаны есімізде жоқ, в общем. Қарастырамыз. Так, енді біз орнымызға келейік, қайтадан айналып. Үй тапсырмасын қарадық. Бізде қанша уақыт бар? 30 минут болды ма? Иә. Так, үй тапсырмасы. Енді біз ертінділерді ақырындап бастайық. Қазір 10 минут аяқталды деген кезде 5 минут түсіндірем да, 5 минут шығып кетеміз да, сосын 10 минуттан кейін қайтадан кіреміз, Так, біз енді ертінділер тақырыбын ақырындап бастай берейік. Так, жаңа неден бастайық. Көрінді ма тақта, ақ тақта? Иә, көрінді. Жалпы ертінді не деген нәрсені бір түсіндіріп кетейік. Ертінді негізі ертінді дегеніміз былайша айтқанда ерігіш. Және ерткіштен тұратын. Иә, ерігіш және ерткіш. Көбінде ерткіште көбінде су жатады. Негізгі ерткіш су, бензин, керосин, сосын метил спирттері деген сияқты. Енді ерігіш көбінде бізде қант үй тұрмысында кездесетін, мысалы тұз, сосын йод та жатады, йодтың судағы спирттегі ерітіндісі деген сияқты. Енді ерітіндінің жалпы массасын көбінде біз жалпы массасын біз қандай да бір масса болса, осыны біз 100% деп аламыз.
Енді бір стакан сызайын. Так, Aha. мына жерде 100 грамм су болсын. Түсіңіз ғой, бізде Aha. еріткіш су. Оған мен 30 грамм қант лақтырдым. Iya. Қант лақтырдым. Сонда ерітінді массасыға қанша болды? Ерітінді массасы. Осы дайындаған біздің стакандағы затымыз ерітінді болып тұр. Дұрыс қой, Iya. Осы затымыз. Ондай болса, біз апарамызда 100 мен нені қоса саламыз? 30-ды қоса саламыз. Дұрыс қой, 130. Ha. Енді пропорция болса, осы 130 ерітіндіміз бізде қанша пайыз болып тұр? 100. 100% болып тұр. Онда бағана қанттың үлесін тап десе, біз мысалы анау ерігіштің үлесі тап 30-да x дей саламыз. Дұрыс қой, Iya. Немен нені көбейтеміз? 30-ды 100-ге, 30-ды Иә. 30-ға бөлейміз. Дұрыс. Енді нақты бөліп жіберейік. Көбейту 100 100-бен 30-да бөлу 130. Сонда 23% болып тұр. Aha. Түсінікті ғой, Біз уже түсіндік қазір ерітінді тақырыбын. Енді екіншіде бір есеп құрастырып жіберейін мен. 30%-дық 200 грамм тұзда деп қояйық та. Тұзда қанша еріген зат бар? Тез-тез есептеп жіберейікші қане. Үлес қанша? Үлес 30. 30, Жалпы ерітінді қанша? Massa 480 gram. 200, 200. Енді не істейміз? Iya. Бірінші жолы біз бағана пропорциямен есептейміз. 200 Иә. жалпы ерітінді, оны не істей аламыз? 100 пайыз дейміз. Пайыздың астына пайызды жазамыз, 30%-ымыз қанша? Иә. Екінші жолы, Иә. бағанағы 30%-ды пайыздан сразу құтылдыра сал, 0,3. Дұрыс па? Осы 0,3-ті ары қарай апарайық та 0,1, мысалы, 1,1-дің 0,3 ерітінді болып тұр. Онда сол 0,3-і 200 деп 200-ге көбейте салыңыздар да болады. 0,2 көбейту 200 тең 40. Түсінікті ғой, екінші жолында. Мынауда да 40 болады. Тоқтай тұр, тағы да дәлелдеп жіберейін. Көбейтілген 30 бөлу 100. Мынада 60 шығып кетті ғой. Мынада 60 шығып кетті. Мен қай жерін қателестім? Міне жерден қателестім ғой. 2 үшім 6 ғой. Дұрыс қой. 2 үшім 6, 60 болады. Так, үшінші есеп. Тез-тез құрастырайық. Үшінші есеп. Мен 10 грамм спиртке 2 грамм йод салдым. Аха. Түсінді ма? Салдым. Мен қанша пайыздық ерітінді да аламын? Йодтың қанша пайыздық ерітіндісін аламын? В общем, үлес қанша? Қалай есептейміз? 12-ні 100%-ге боламын. Қаншаны қанша деп аламыз? Тез-тез айтады. 12-ні 100%. Жанындағы отырған айтады, оқушы айтады. 12-ні 100% деп аламыз дейді. И сосын қаншаны қанша пайыз деп аламыз? Ненің? Йодтың бұл жерде ерітінді, дұрыс айтасың. Бұл жерде 2 и x деп аламыз. Ал енді кім есептеді? Шешкендер бар ма? 200. 200. Не үшін 2-ні x деп алдық? Өйткені йодтың үлесі. Өйткені йодтың үлесі, өйткені еріген зат Иә. дегеніміз бізде йод болып тұр ғой, дұрыс па? Сондықтан да йодтың Аха. үлесі. Так, ауызша есептейік енді. Тез-тез 212 болды. жарайды, оны есептеу жарайды қатырасында. Так, 30%-дық бір есебе 30%-дық 400 грамм 30%-дық 400 грамм натрий хлориті ерітіндісінде тұздың массасы қанша? Тез-тез есептейміз. 400'ді 100 деп аламыз. 400-ді 100 деп аламыз. Сосын 100'дің астына 30 жазамыз.
тоқтай. Аха. 400-ді 100 деп 100 алсақ, деп аламыз. Аха. 100-дің астына 30. 100-дің астына 30. Сосын Анау 400-дің астына x дейміз, иә? иә. Ал давай, есептеңдерші қанша болды. Енді бұл бірінші жолы. Екінші жолы қалай болады? Екінші жолы 0,3-ті 400-ге көбейтеміз. Иә, дұрыс. 30%-ды біз 0,3 деп ала саламыз, иә? Иә, иә. 400 Иә, иә. көбейту 120 0,3 болды деп. апай. Аха, қанша? 120? 120 болды. 120. 120. Болды ғой, иә? Енді бір дем Иә. алып алыңыздар. Мен записьті аяқтайын. Сосын екінші 20 сабақ болды. басқа да ерітінділерді есептейміз. Аха. Давайте.